Сәлем достар, сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали, Кітаптар әлемі интернет жобасының жүргізушісі. Балалық шақтың әндері. Қазақтың көрнекті жазушысы Тынымбай Нұрмағамбетовтің қай шығармасын да тұшынбай оқи алмайсыз. Оның әсерлі шығармаларының бірі Балалық шақтың әндері повесі. Соғыстан соңғы ауыр жылдар, елдің еңсесі көтеріле қоймаған уақыт, жұрт әлі ашқұрсақ. Сол кезеңнің суреттерін жазушы дәлме-дәл суреттейді. Повестің бас кейіпкері Бура есімді бала өзінің ұстазы Найзабекпен сөзге келіп қала береді. Өйткені мінезі тұйық, өзімен өзі жүретін Бураға ағайы орынсыз тиісе береді, мазақ етеді. Үнемі қабағы ашылмайтын, мінезі дойырлау көрінетін оқушыны бәлкім ұстазы жігерлендіргісі келетін шығар. Соғыс жылдары қай баланың қабағы жадыраңқы болып еді. Повестің соңында автор осы жайтты психологиялық жағынан ашып көрсетеді. Бураның әкесі соғыста мерт болған еді. Шешесі кішкентай Бураны әжесіне тастап, өзі басқа кісіге тұрмысқа шығып кетеді. Шешесінің тұрмысқа шыққан кісісі Найзабек ағайынның туысы еді. Ауыл адамдары Бураның анасын азғырып, туысына алып берген осы Найзабек деп жиі айтатын. Бұл Бураның да құлағына іліккен еді. Осыған намыстанған Бура ұстазына кектенеді. Ерегіскенде Найзабек ағайы Бураға тиісуін қоймайды. Бураның осы жан жарасының үстіне тағы бір сыздауық пайда болған еді. Бірақ Бура ешкімге әлімжеттік жасамайды. Күресе кетсе талайды шығатын болғанымен, орынсыз басқаға сүйкенбейді, тентектік жасамайды. Ол бастауыш мектепті бітірген соң көрші ауылдағы орта мектепке ауысады. Бірақ осы ауылдағы интернаттың меңгерушісі Ерекеш ағай оның адамға тіктеп қарайтын мінезін, қиындықтардан қорықпайтынын, кінәсін мойындамайтынын кешіре алмайды. Сондықтан да ол да Бураға тиісе бастайды. Бұл кезде Бура да ересек болып қалған еді. Ол бір жолы Ерекеш ағайының қолын партаға қысып жібереді. Бұл оның іштей қарсылығы болатын. Жастардың өтпелі кезеңдерінде бастарынан небір психологиялық ауытқулар мен құбылыстар өтіп жатады. Бірақ ересектер мұны ескере бермейді. Балалардың қалыптасу кезіндегі қылықтары оларға қиғаштық болып көрінеді. Содан да олар балаларды тұқыртып ұстауға тырысады. Осындай шиеленісті жағдайлар балалар психологиясына үлкен әсер етеді. Жазушы үлкендер мен балалар арасындағы осы бір нәзік байланысты әдемі жеткізе білген. Бура ер жетеді, бір қызға ғашық болады, бірақ сезімін қызға жеткізе алмайды. Оның екі ауылдың арасында келе жатып, ән айтатын сәттері көңіл толқытады. Сіз оның жан дүниесін көргендей боласыз. Бірде ол жолда келе жатып, анасын көріп қалады. Бірақ анасына көңіл бөлмей, көлік үстінде қалшиып тұрып қалады. Өзі ешкімге білдірмей сол кезде жылап тұрады. Басынан өткерген осындай жағдайлар Бураны ерте есейтіп еді. Оның басынан өткерген ауыртпалықтары, жан күйзелісі психологиялық жағынан да жақсы көрініс тапқан. Көрнекті жазушы Тынымбай Нұрмағамбетовтің бұл шығармасы балаларға арналғанымен, үлкендерге де үлкен ой салатындығымен құнды.